Kanalıma hoş geldingizler. Бүгін соңғы кездері хит болып жүрген трайфл дайындаймын. Ешқандай қиындығы жоқ, өте дәмді, керемет десерт. Шоколадный бисквит жасауға кірісемін. Табаға ұн, сапалы какао, қант, разрыхлитель, тұз және ванилин. Салып, түйіршік қалмайтындай венчикпен араластырамын. Сұйық ингредиенттерді 1 сағат бұрын тоңазытқыштан шығарып қойдым. Бөлме температурасындағы жұмыртқа, сүт, сұйық май. Жақсылап қою массаға айналғанша қозғаймын. Барлығы бір-бірімен араласқанда ыстық қайнаған суды құямын. Қозғаймын. Какао егер сапалы болмаса, түсі бұндай болмайды. Оны кондитерлік магазинден табуға болады. Қамырым дайын. Сары май жағылған, формаға құйып, 180 градусқа пешке 40 минутқа жіберемін. Міндетті түрде ортасын зубочисткамен тексеруді ұмытпаңыз. Бұл бисквит өте универсальны, домалақ формада пісіріп, әртүрлі шоколадты торттарда жинаймын. Толық суытып, қолмен үгітемін. Кремі тек 2 ингредиенттен тұрады. 33% міндетті түрде кілегей және варенка. Миксерлеймін. Десертті ұсынуға ыңғайлы ыдысқа бисквитті табанына саламын. Енді үстіне алдын ала жуылып, кесілген банан мен клубникаларымды жайып шығамын. Бетінен кремді барлық жерін жауып тұратындай төгіп шығамын. Егер формаңыз ыңғайсыз болса, кондитерлік қапқа салып құйып шықса да болады. Бетін әдемілеп тегістеп, тоңазытқышқа жібердім. Енді шоколадты ганаш дайындаймын. Менде молочный шоколад пен сүтті водяной баняда ерітемін. Қаласаңыз араластыруға да болады. Темный шоколад пен молочный шоколадты кондитерлік қапқа құйып, трайфлдың бетіне жайып шығамын. Талғамыңызға байланысты шоколадты қою етіп те құюға болады, ол үшін сүтін азырақ қосасыз. Бір келік етіп бетін жапқаннан кейін әсемдеуге кірісемін. Мен ортасына клубникаларды қойып, фисташка сеуіп шықтым. Трайфлымызды енді тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып, ысына берсеңіз болады. Видеоны лайк басуды және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Көріскенше.